Сәлем достар, сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгін сіздермен бірге үйлерінде қыздары бар отбасылар үшін өте актуальный теманы айтамыз. Бит туралы. Қалай биттен арылуға болады. Өзім үйімде 3 қызым болғаннан кейін жақында сондай проблема туындады. Негізі біз бит десе, не істеймін, масқара, ұят нәрсе дейміз ғой. Жалпы ол бүкіл әлемде бар нәрсе екен. Ұялатын нәрсе емес. Бірақ басқаларға таратып алмас үшін, бит таратудың көзі болмас үшін міндетті түрде одан арылу керек. Керісінше, негізі класстағы, садиктегі балаларға жұқтырмас үшін апайларына бір ауыз айтып қойған дұрыс. Менің қызымда бит бар екен, мен тазаладым деп. Өйткені сіз тазалағанмен, егер де садикте или классында жүрген ортасында басқалардың басында бит болатын болса, сол баладан қайтадан чүк деп басына жығуы мүмкін. Тазалағаннан дым эффект болмай қалуы мүмкін. Сол үшін егер де сондай нәрсені балаңыздан байқасаңыз, керісінше оның апайына міндетті түрде айтыңыз. Енді кеттік. Жалпы бит туралы бірінші қызық тақырып. Бұл теманы айтам деп ойламаппын, бірақ кеше 3 қыздың басын тазалап, неше күн бойы алысқаннан кейін қойшы қыздары бар үшін мына методикалар ең эффективный деп міндетті түрде айтып қойайын, қиналмасын деп ойладым да. Жалпы бит туралы кішкене айта кетейін. Бит деген ол адамның басында жыбырлап жүретін биттер болып саналады. Ол қанды сорады. Адамның басындағы именно шашқа жабысатын аяқшалары болады. Осылай аяқшалар арқылы шашқа жабысып тұрады да, қанын сорып, тойып алып жібереді, әрі қарай томпаңдап кете береді. Бір адамның басында 25-30-ға жуық бит болады, взрослый. Ал енді одан бөлек мындай жабысқақтар болады. Жабысқақтар өте әлсіз, сіркеден енді битке айналып жатқан түрлері болып саналады. Олар аяқ қолын, балапан сияқты ғой, жұмыртқадан жарып шыққан балапандар әлі жұмыртқа баса алмайды ғой. Сол сияқты бұл жабысқақтарда сірке шығара алмайды. Енді аяқ қолын қозғап келе жатқан болашақтай битке айналатын жыбырлауық нәрселер болып саналады. Басты жаман қыштады. Сосын мындай домалақ баста сіркелер болады. Олар шашқа жабысы болады. Бұл сірке биттің жұмыртқалары болып саналады. Специально мынау бит сіркесін, жұмыртқасын адамның басын шаш түбінен бастап есептесе, примерно 6-8 мм қашықтықта орналастырады. Шаштың ұш жағына орналаспайды. Керісінше біз қараған кезде түбінде тұрады. Неге? Себебі мынау, мысалы, тауықтар жұмыртқасын толық басып шығу үшін үстінде басып отырады, жылу қылып. Сол сияқты адамның басы, кожасы жылы болады ғой, сол кожаға жақындатып сіркелерін салып кетеді. Бұл сіркелерді өздерінің арнайы клеймен жабыстырып кетеді екен. Сондықтан ол шаштан просто так түсіп қалмайды. Енді қараңыздар, мына сіркелер жабысқаққа айналу үшін, 7-10 күн аралығында уақыт керек. Одан кейін бір аптадан кейін 7-10 күн ішінде әбден қанға тойып, өсіп, биттерге айналады екен жабысқақтар. Енді бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Себебі тазалайтын кезде, улайтын кезде осы уақыттарын білген жақсы. Енді не істейміз? Мен алдым, бірінші көрдім, бір қызымды тауып алдым. Мынаны тезірек құртпасам, басқаларға жұқтырады екен деп ойлап болған жоқым. Басынан бір бит тауып алдым. 2 күннен кейін қарасам, уже екінші қызда да бар, үшінші қызда да бар. Себебі бит деген 1 минутта 30 метр жүре алады екен. Прикиньте, 30 метр қашықтықты 1 минутта жүріп шығады екен, хотя кішкентай болса да. Сонда олар телефон көреді, бүйтіп бірге отырып, бірге ойнайды. Сол кезде бір бастан екінші басқа шаш арқылы өрмелеп кетеді екен. Бірақ бит ұшпайды, секірмейді. Міндетті түрде шаштан шашқа бүйтіп жыбырлап
тез көтеріліп жығып алады екен. Немесе екінші вариант бар жығудың, бір-бірінің шапкасын кисе, бір-бірінің таза емес сондай тарақтарымен тарайтын болса, не істеу мүмкін? Жығуы мүмкін. Енді қалай тазалаймыз? Сразу барып аптекадан антибит бар ма деп, бұрында біздің кезімізде антибит деген болатын еді ғой. Қазір антибит жоқ. Қазір вообще дүниежүзі бойынша осы биттен құтылу үшін құрамында міндетті түрде перметрин деген нәрсе бар. Бальзамды или шампуньды алу керек. Перметрин. Егер ол болмаса, онда одан эффект жоқ. Құрамында жасмины бар, мятасы бар деген именно битке қарсы деп сыртына жазып қойған шампуньдар, бальзамдар бар да, бірақ олардың дым пайдасы болмайды. Құр босқа далаға ақша шашасыз. Сондықтан алып жатқан сыртынан оқыңыз, перметрин деген составында бар ма? Егер перметрин болса, онда ол биттердің сразу нервтарын парализовать етіп тастайды, и бұл қозғала алмай қалады. Сөйтіп 10 минуттың ішінде даже өлімге ұшырайды биттер. Сондықтан обязательно құрамында перметрин бар. Мен мынадай нәрсені таптым. Сыртында пермилайт деп тұрады. Перметрин 5% екен. Бұл лосьон шашты жуып болады, сосын шашқа жағып қояды. Жақсылап шашты жуу керек. Сол кезде шашқа сіңеді мына бальзам. Сосын даже сіркелеріне дейін өлтіріп тастайды екен. Сөйтіп бір рет жудым. Бір рет жуғаннан кейін бүкіл биттері фук құлады. Тазалап тастағаннан кейін, сосын екінші рет тағы да бір рет 7-10 күннен кейін істедім. Вообще дым қалмады. Ара-арасына бүйтіп қарасам сіркелері бар екен. Ето оларды көрсем, тық-тық демейді, өліп қалған. Самый эффективный осы перметрин. И екінші вариант бар. Тағы бір нәрсе. Сіздің әрқайсысын бүйтіп жұлып, сіркелерді тазалап, уақыт құртпас үшін мынадай тарақ алу керек. Бұл тарақ базарда баяғыда сататын еді ғой, мынандай бит тарақ деп айтатын еді ғой. Ондай емес. Бұл американский тарақ. Американский тарақ арқылы арасы өте тығыз металлический болып келеді. Бұрында шаш қиятындар, осылай бұрында деппін ғой, шаш қиятындар былай көтереді да, мына жерге қыстырып қойып, астынан бастап алады ғой, қияды ғой. Сол сияқты сіздерден көтеріп қоясыз да, астынан бастап тарайсыз. Кстати, биттердің сірке салатын, жұмыртқа салатын жері именно мына құйқа, және құлақтың түбіндегі шаштар екен. Осы жерлер өте удобно. Сондықтан осы жерді бастап, прям санап отырып 50 реттен тарап шығыңыз. Мынау металлический тарақ сіркелердің өзін өткізіп түсіреді ғой. Болды, бір-ақ күнде тазалап аласыз солай. Әрі қарай алыспасаңыз болады. Ең главный, садигіне, мектебіне айтып, кімнен жұқтырды, соның бәрін примерно анықтап алу керек. Өйткені сіз тазалағанмен қайтадан жұқтырып алмас үшін. Әрі қарай жататын жастығы, шапкалары, киетін киімдері бәрін обработкалап, жуып, ыстық суда өтектеп алсаңыз болды. Сіздің үйіңізден толығымен құтылды деп ойлай беруіңізге болады. Жалпы бұл гигиенаға қатысы жоқ екен. Мысалы, бір отбасылар болуы мүмкін, олар реально қызының басын жууға уақыты жоқ болуы мүмкін, қарамайтындар болады. Олардың бастары биттейді. Енді оның қасында қызына күшті қарап отқан, тап-тұйнақтай жинап, басын тап-таза жуып ұстап отқан екінші отбасы болады. Екі отбасының балалары ойнаса, бітті. Қарамайды, мына баланы жақсылап жуындырып жүрма, гигиена күшті сақталатын, мамасы тазайым, тап-таза адам ба, оған қарамайды. Екеуі бірге жүрді ма, бітті. Мына қыздың да басы биттейді. Толығымен құтылу үшін екеуінің де басы таза болу керек. Түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып жазыңыздар. Бұл ақпаратты сіздер үшін де баласының, қызының басындағы биттен қалай арылсам болады, қашанғы басын шұқылап отырам дейтін ата-аналар үшін арнап қосымша салып отырмын. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна. Сұрақ болса комментарийге жазыңыздар.
жооп берем міндетті түрде.